Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Кезекті өмірден алынған әңгімеміз. Күйеуімнің бұрынғы әйелі баласына тым көп нәрсе береміз деп бізге айқай салды. Ал біз жай ғана баладан қалағанын аямаймыз. Мен күйеуімнің алғашқы некесінен туған баласына қалыпты қараймын. Бұл баланың бар екенін білгенде мен үшін тосынсый болған жоқ. Өйткені күйеуім екеуміз романтикалық қарым-қатынасымыз енді басталғанда-ақ бұл туралы бірден айтты. Біз барлық нюанстарды талқылап алдық, және мен баланың әр 2 аптада бір рет демалысты бізбен өткізгенін қалыпты жағдай деп қабылдаймын. Дәл бізбен бірге. Өйткені мен күйеуімнің ұлынан ешқашан алыстамадым. Оны жек көру, жақтыртпау деген сияқты сезімдер болмады. Менің бұл балаға ана болғым келмейді, және оны жоспарлап жүргенім жоқ. Жай ғана жақсы дос болғым келеді. Неге болмасқа? Бала күйеуімнің өмірінің ажырамас бөлігі. Сондықтан бәрін сол күйінде қабылдау керек. Күйеуімнің баласына қатысты ешқандай мәселеміз жоқ. Бірақ оның бұрынғы әйелімен бар. Оның өз айтқандай баланы тәрбиелеудің өз әдісі бар екен. Ал мен ол жерде ешқандай әдіс көріп тұрған жоқпын. Тек баладан барынша үнемдеуді байқаймын. Бала қысқа шалбар киіп жүреді. Ол оған тар. Аяқ киімі әлдеқашан жақсы күндерді көрген сияқты. Футболкалары тар, ал күртелері керісінше үлкен. Сірә келесі жылға деп алған. 7 жасар баланың қолында батырмалы көне телефон. Қалай жұмыс істеп тұрғанын өзім де түсінбеймін. Ал ойын приставка туралы мүлде айтпай қойса да болады. Басында мен күйеуімнің бұрынғы әйелі баланы әдейі осындай күйде ұсқынсыз киіндіріп, тар киімдерді кигізіп жібереді деп ойлайтын едім. Сөйтіп, күйеуім баласына киім-кешек алып беру үшін ақша жұмсар еді. Бірақ өз баласын аямай киім-кешек алып бергенде дұрыс. Бірақ бұл әйелдің логикасы бір түрлі. Мен түсіне алмаймын. Әр жаңа киімге бізге айқай шығарады. Баланы еркелетіп жатырсыңдар, тәрбиелеуге кедергі келтіріп жатырсыңдар деп бақырады. Бұл не сұмдық? Өлшемі сай джинсы баланың тәрбиесіне қалай кедергі келтіреді? Маған біреу түсіндіріп бере ала ма? Мүмкін мен ақмақпын, түсінбеймін. Бірақ онда біз ақмақ екеуміз, мен және күйеуім. Бала тәрбиесінде оның анасы фастфудқа қарсы. Ұлына кез келген зиянды тамақты жеуге тыйым салады. Жарайды, бізге солай деді. Біз де солай қабылдадық. Фастфуд жоқ. Бұл тыйым қисынды. Егер анасы тыйым салып оның зиян екенін айтса, ал әкесі болса баласына соны беріп анасының сөзін елемесе, бұл тәрбиелік тұрғыдан дұрыс емес. Біз де олай істемейміз. Өзіміздің жеке көзқарасымыз болса да, біз анасының тәртібін ұстануға тырысамыз. Баланың көзінде оның беделін сақтау үшін. Ал егер біз баланың киімі тозып кеткенін көріп, оған жаңа киім алып берсек, әрі ол бренд емес, жай ғана өлшемге сай, әдемі киім болса, онда қандай мәселе бар? Сендер оны еркелетіп жатырсыңдар. Ол ертең менен де соны талап етеді. Олай үйретпеңдер, деп айқайлайды ол әйел. Немен еркелетіп жатыр екенбіз? Жаңа киіммен бе? Әлде телефонмен бе? Баланың әкесімен байланысып, интернет арқылы сөйлесе алу үшін бе? Оның ескі телефоны ондай интернетті көтермейтін. Баланың туған күнінде аттракцион паркіне апарып қыдыртамыз деп шештік. Бала секіріп, ойнап, әткеншектерге мініп риза болып қайтты. Ал анасы риза болмады. Ұлының көзінше айқай көтермеді. Оған да рахмет. Кейін телефон шалып, жарты сағат бойы айқайлады. Баланы еркелетіп жатырсыңдар. Паркке бару бұл марапат дейді. Ол не үшін ондай марапатқа лайықты? Ештеңе үшін. Сендер жай ғана оны еркелетіп, жақсы адам болып көрінгілерің келеді, деп ұрысты. Тоқтай тұр, бәлкім бала бірдеңе бүлдірді ме? Сен оны жазалаған боларсың, деп күйеуім сұрады. Жоқ, ештеңе бүлдірген жоқ. Бірақ ештеңе де істеген жоқ, оны аттракционға апару үшін, деп тоқтамай сөйледі бұрынғы әйелі. Менің басым ауырып кетті. Тіпті сөйлескен күйеуімде. Мен бұл әйелді түсінуге тырысамын. Бірақ оның іс-әрекеттерінің мәні мен қисыны мен үшін беймәлім. Бұлай бола берсе,
бала өскенде әкеммен тұрамын деп анасына қарсы шығуы мүмкін. Алайда менің де ешқандай наразылығым жоқ. Өйткені мен оның анасының қандай адам екенін білемін.